Келмей тұр, Ақордаға өткізгісі келмей тұр. Ал мен енді осы жерден шығып қозғалмаймын. Балдарым ұйықтаса осы жерде ұйықтасын, осы жерден қозғалмаймын. Бір жөнді министр, жөнді бір депутат адамдар бар ма? Өзі какой-то бір төмен адамдарын жібере бермей, шешімді қабылдап, шешімді шешіп беретін адам бар ма өзі біз Қазақстанда? Осынша жағдайдан, шына 3000 километрден келіп отырмыз, шешіп беретін адам жоқ болса онда ешқандай? Бірден келерді хатшыларын жіберіп отыр қайта-қайта бізге. О хатшылар шеше ма сонда бізге келіп, екі хатшы ма әйел келіп, маған мәселені шешіп не айттың деп отыр. Не сұрақ қоя алмайды, не жауап бере алмайды. Бізді шешетін, мәселені шешіп беретін адам келсін, кім болса да, министр болса да, депутат болса да. Қашан қол тиеді министр мен депутаттардың? Осы халық сайламайтын бе сол министр депутаттарды, халыққа қарасын деп. Ал олар халыққа қарауға уақыттары жоқ екен. Ал халыққа қарауға уақыт жоқ болса, осы жерде күтейік соны. Қашан уақыт болады? Мен шағымды прокуратураға барлық жаққа жазам шағымды. Барлық жаққа жазам. Сендерді рахмет. Маған Тоқаевқа кіруге, Тоқаев мырзаға кіруге возможность беріңдер. Мен бір жерді жарып, бір нәрсе істейін деп тұрған жоқпын. Менің өтінішім Тоқаев мырза естісін болды. Сол ғана. Ол нәрсені мен сізге қазір шешіп бере алмаймын. Онда шешіп бергенше біз осы жерде күтейік. Ол кісіге мен де кіріп көрмеген. Мен қазір сіздің мәселеңізді бірінші біліп алайын, сосын отырып сөйлесейік. Павлодармен сөйлесейік. Павлодармен сөйлессеңде мен телефондарын беріп жатыр. Міне Павлодармен сөйлесесіз ме? Дәл осы жерде менің көзімше сөйлесші. Мен контактілеріңізді алдым. Мен контактын саған Павлодардың контактысын беремін. Аға, Павлодар облысының контактысы. Міне жұмыспен қамту орталық Павлодардың. Міне телефон беремін. Қазір сөйлеші менің көзімше. Міне телефон менде де бар. Онда міне солмен сөйлес. Міне Укашева Айгүлмен сөйлесін. Железный ауданы зам акимі бізді алдап шығарып салды. Видеосы бар. Видеосы бар. Өтірік сөйлеп шығарып салды. Солмен сөйлес. Не үшін алдап шығарсын? Міне Железный ауданының жұмыспен қамту директорын танисың ғой, Алияны? Міне телефон номері бар. Сөйлеш көзімше. Көзімен сөйлес осы жерде. Жоқ, қазір сөйлеш. Осы жерде сөйлес. Бәрі көрсін мұны. Бізді халықты қорғайтын азаматтар тұр ғой, мына халықты қорғайтын. Осылардың көзінде сөйлеш, бізді қорғап тұр міне. Еш жаға шығармайды. Халықты қорғап. Мәселе шеше алмаймыз аға. Шешілмесе мен Тоқаевқа шешемін. Маған бір жұмыс жоғары адамдар вообще қамадымасын да. Ең жоғары кісіден бұл жерде. Маған сенен жоғары адам алып кеш, президенттен кейін, одан кейін, хотя одан үшінші кейін бір адамды алып кеш, нормально жұмыс істей алатын. Неге дәрежелер Қазақстан мемлекет дәрежесі сонша жер аяқтың астына шейін тапталып қалған ба сонда? Неге бұл кісілерден жоғарырақ адамдар келмейді? Неге солардың қабылдауына мақұл Тоқаев мырзаға қабылданбасақ та, одан кейінгілерге неге қабылданамаймыз, соны айтыңдаршы бізге. Неге? Көлеңкіде тұрмыз. Көлеңкіде тұрмыз. Қазір алдап апарды сол жерге. Қазір ғана алдап апарды. Сенің үстінен барып бастық бар шығар, министр бар. Министрлер жіберші маған. Министрлер жіберші, осы кесінші. Мына бала шағаны көрсінші осылай отқан. Біздің мемлекетіміз мына осындай. Қазір жұмыс орында жоқ, басқа жиналыстарда жүр ме білмеймін. Сол жиналыстан күтеміз. Бүгін күтеміз, ертең күтеміз. Біз онсыз да 3 күннен бері Павлодарда қаңғырып жүрміз аштан аш. Осынша бала шағамен ыстық күнде жол көлігімен жалдап ақшамызда қалған жоқ. Аштан аш 3 күннен бері қаңғырып жүрміз. 3 күннен бері олар бізді қуып шықты. Сол Зеленскийдің менттерімен қосып қуып шықты бізді. Артымыздан қуалап документтерімді төксе, мына балдардың бәрін мазасын алып шыңғыртып жылатып, сигналдарын қосып алып менттері қуып шықты Зеленскийден. Кеше ғана қуып шықты. Содан кейін мәжбүр біз осы жерге келіп отырмыз. Тағы не деу керек саған? Әлі түсінген жоқсың ба? Енді звонда солай болды ма, болған жоқ па? Сұрасай, қазір звондады, жұмыспен қамтуға звондашы бастықтар. Мен сенбей отқан емеспін. Енді не дейсің енді маған? Енді сон маған өтінішіңізді жазып беріңіз, мен арман қарай тағы білейін. Мүмкін мәселені қазір іште отырып шешетін боламыз. Қазір кірдік, бауырым, шеше алмады. Қазір кірдік біз, шеше алмады. Уақытымызды ұстап отырды қазір, 1 сағат уақытымызды ұстап отырды. Мына кісілердің айтуы бойынша Павлодар облысында барған кезде қабылдамапты. Мен сіздің не айтқыңыз келіп отқанын түсініп отырмын. Мен де осы кісілермен сол Павлодарда не болды, қалай болды түсінгім келіп жатыр. Бірақ енді мен ол кісілермен пока сөйлесе алғаным жоқ. Мен жаңа шықсам, бізде мында осы жаңағы өтініш берушілерді қабылдайтын орын бар. Мен сол жерге келсем, бұл кісілер шығып бара жатыр екен. Жақсы, тағы бір сұрақ. Бұл кісілердің айтуы бойынша жаңағы Павлодар облысының жаңа барған ауданның әкімдігінің өкілдері айтыпты.
сендер намаз оқисыңдар, сондықтан ұлттық қауіпсіздік комитетінен жаңа намаз оқитындарды діни сеніміне байланысты қабылдамаймыз депті. Жалпы бағдарламада сондай қандай да бір адамдардың, азаматтардың діни сеніміне байланысты бағдарламаның ішінде ұлтына, дініне, жынысына, тағы да басқа мәселелерге қаратысты ешқандай да шектеу болмаса басымдық ештеңе қарастырылмаған. Бізде енді конституция бойынша барлық азаматтардың құқықтары тең болып, ол конституцияда бекітілген әркімнің құқығы. Сондықтан бағдарламада да ондай себеп болуы мүмкін емес. Мына кісілердің намаз оқитынына діни сеніміне әсер етпейді ғой, ешқандай. Бағдарламаға қатысуға ондай мәселелер әсер етпейді. Мен сол себепті нәтиже айтып отырмын оларға. Балалар үйіне өткізейік те, балалар үйіне өткізейік, өздерін қамап тастайық деп мыналарға айтып тұр дейді. Қазір үлкен балам айтты. Мұсылмандармен болады ғой, кім айтты оны? Сіз естідіңіз бе? Не дейді сонда? Мен қарап тұрған кезде, бір видеоны көріп жатқан кезде, мәз болып тұрсыздар дедіңдер, сендер детдомға тығу керек қой деді. Жаңағы адам айта ма? Сіз сол кісі арыз жазамыз, шағымданамыз. Ол кісіні ұстап келсін, мына қанша қызметкер тұр қазір. Жоқ, неде конкретно издевательство ғой. Не ару өткізбейді, не министрді шақырмайды. Көрінген, көшеде көрінген адамдарға бізді издевательство етіп тұр да бұлар, менттер. Выведи его. Он слышал гражданский? Айда кетіп кетші. Я уведи его туда. Возьми задержи его. Біз жазамыз, аты жөнін біліндірсіздер, жазайық біз. Бізді қыл ол, детдом көп деп. Бауырым, аты жөнін тауып. Біздікі емес. Ол үнемі сіздермен жүреді. Сен анан аты жөнін тауып бер, ұстап тауып бер, мен барам уәде беремін. Неге ұстамадыңыздар жаңағыдай? Енді әкеп маған аты жөнін ұстап берші. Біз жазамыз сізден, жазу үшін аты жөнін керек қой бізге. Камера түсініп ал бұл жерде. Жоқ, мен саған уәде беремін, бері қара. Сен соның аты жөнін тауып бер, қазір алып кеп та. Мен содан кейін үшеуді қолға сенің бірге барамын. Давай, тауып әкеп бер. Жазайық үстіне, заявление тастайық. Бар, қандай ақысы бар? Осы жерге алып келіңдер. Детдом вот. Осы жерге алып келіңдер. Біздің адамдар болмаса қазір 6 секундта ұстап алар еді, біз ұстағанда ше. Танымаймыз деп танымаса танымасын, заявление жазамыз үстіне. Ұстасын да қастарында тұрған, мұңы тұрдыңыз. Гражданский болса, ана қалып кетпейтін еді ғой, мына қыз көріп жүрген. Ана қалып кетті. Жаңа адам танымаймын дейді. Қаяқта олар? Халыққа қызмет ету үшін біз министр мен депутаттар сайлаған жоқпыз ба? Халық сайлады ма? Қан солар, халықтың жағдайын ойлайтын. Министр депутаттар қайда? Қайда? Осы жерде қаншама жүздеген мыңдаған министр бар ғой? Бір екі министр болса мейлі екен. Жүздеген министр бар ғой, қайда халықтың жағдайын ойлайтын? Бірде министр жоқ осы жерде сонда? Енді аға келіп тұрмыз ғой сіздің алдыңызға. Сен министрсің ба? Барып шағымыңызды жазайық. Мен министрліктің қызметкерімін. Министрлікте жұмыс жасаймын. Қызметкер болса министр шақыра алмайсың осы жерге. Сен қызметкер болып бір сұрақ қоясың, тағы бір қызметке бір сұрақ қойдың, не жауап бермейді, 2 сағат уақытымызды алдыңдар жаңа. Енді келіп қайтадан осыны деп қайтадан сұрақ аламыз дейсіз. Тағы сенен кейін тағы 20 адам келеді маған сұрақ алу үшін. Маған сұрақ алу емес, маған сіз мәселеңізді жазып беріңізші просто. Отырып жазайық ол мәселені, сон жазып алайық. Потом біз арман қарай жұмыстанамыз, акиматпен жұмыс жасаймыз. Біз тағы